топқа бөліп әдісі. Топтағы барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Біз барлық топқа сәттілік тілейміз, өзімізге жеңіс тілейміз. Тек сәттілік, барлығына жеңіс тілеймін, өзімізге де жеңіс тілеймін, сәттілік барлығына. Барлық басқа топтарға сәттілік тілеймін, әрі де жеңіс, бірақ біз жеңіп шығуымыз керек. Барлық топтарға сәттілік тілейміз. Бүгін біздер осы сабақта 3 топқа бөлетін боламыз. Және де біздің топтарымыз заманауи атпенен белгіленетін болады. Бірінші тобымыз біздің Instagram тобы. Екінші тобымыз бізде Facebook тобы. Және де үшінші топ біздерде ВК тобы болады. Ендеше біздің топ басшыларымыз шығып, бір-бірлеріне сәттілік тілесек. Instagram тобы басқа топтарға сәттілік тілеймін, өзімізге жеңіс тілеймін. Мен Facebook тобы, Instagram және де ВК тобына сәттілік тілеймін. Мен ВК тобы, Instagram тобы мен Facebook тобына сәттілік тілеймін, өзімізге жеңіс тілеймін. Өте жақсы. Және де қазіргі болатын тапсырмаларға дайындаламын. Бүгін мен топтар сіздерге үйге берілген тапсырма ретінде Оразақын Асқар шетте жүрген бауырлар туралы берген болатынмын. Ендеше Оразақын Асқар кім? Және де оның қандай еңбектерін білесіздер? Үйге берілген тапсырма Оразақын Асқар. Оразақын Асқар 1935 жылы 16 мамырда Шығыс Түркістан өлкесінің Іле аймағына қарасты Нөгей Таратас деген жерде дүниеге келген. Суан жылынан шыққан. Бастаушы білімді Сарыбұлақ мектебінде алып, Құзақ қаласындағы білім жұрты деп аталатын гимназияда оқыған. 1951 жылы Үрімші қаласында ашылған Ұлттар институтының тіл және әдебиет факультетіне түсіп, оның екінші курсын аяқтағаннан кейін Шыңжаң газеті редакциясына қызметке тұрады. Бұл жылдары сол газетке және Шұғыла жұмысына, журналына, өлеңдеріне жиі жариялана бастайды. Әртүрлі смайликтер беріледі. Мысалы, ВК тобына сіздерге ВК тобының смайлигі, ендеше келесі топ, мысалы, біздерде Instagram тобының смайликтері және де біздің Facebook тобының смайликтері. Ендеше қазір бізде бірінші Facebook тобынан жауап берді. Ендеше Facebook тобына бір смайлик беріп қояйын. Өлең не себепті шетте жүрген бауырларға деп аталған? Мен жауап берсем бола ма? Иә, үшінші топтың ВК тобынан жауап береді. Өлең негізі шетте жүрген бауырларға деп басталады. Өйткені шетте жүрген бүткіл қандастарымыздың, елімізден тыс жерге қоныс аударған, бодандалған елдегі азаматтардың бәрін елге қайтару үшін, елге еңбегін тигізу үшін шығарылған өлең болатын. ВК тобы сіздерге бір смайлик. Иә, ақын шетте жүрген қандастарға неге атажұртқа оралуға шақырды? Кешіріңізге айтсам болады. Айта қойыңыз, ВК тобына жауап береді. Себебі өзіміздің бұрынғы ата-бабаларымыз өз балаларымызды, өз жастарымызды, өз елімізде білім алып, өзіміздің дәстүрімізді ұмытпай, өз елімізге қызмет еткенін қалады. Өте жақсы. ВК тобы сізге бір смайлик. Екінші келесі сұрақ. Шетелдегі қандастар туралы қандай мәліметтер білесіздер? Қай топта екен? Ал айта қойыңыз, бірінші топ Instagram тобы жауап береді. Шетелдегі қандастар жайлы екі түрлі ойым бар. Бірінші сол, қазіргі жастар көбінесе шетелге еліктейді, яғни қызығады, демалуға кетеді, немесе ояққа қоныстарын ауыстыруға кетеді. Екінші себебі, ояққа қазіргі жастар болашағына қаржылай ақша табуға барады. Арналған өлең шумақтарын білеміз ба? Кім айтады екен, қай топ? Айта қойыңыз. Ендеше сіздерге Instagram тобына бір смайлик бере қояйын. Жауап бергендеріңіз үшін. Шетелге кетсеңдер де бауыр басып, құтторын тепсеңдер де ауырласып, ата жұрт шақырады тұқымым деп құшағын байтақтала тауыңдашып. Миғаш ауыл әдісі бойынша сіздерге алдын ала мен сұрақ берген болатын, тапсырмалар бердім. Шерхан Мұртаза кім және қай жылы туылған, және Шерхан Мұртазаның қандай еңбектерін білесіздер? Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Моңғолақ ауылында дүниеге келген. Жазушының шын есімі Шері.
Шерхан Мұртазамыз 1938 жылы 2 қыркүйекте дүниеге келген. Талапты ауылы, Жуалы ауданы, Жамбыл облысында дүниеге келген. Қазақтың көрнекті жазушысы, ақыны, қоғам қайраткері, мәдени қызметкер. Қазақтың халқының ұлы жазушысы атағын алған болады. Өте жақсы. Тағы да қайтып біледі екен. Ендеше Инстаграм тобына бір смайликті бере қояйын. Келесі қай топтайын? Айта қойсаңыздар. Екінші топтан, Фейсбук тобынан кім дайын екен? Айта қойыңыз. Шерхан Мұртазаның шығармалар КСРО халқына және де шетел тілдеріне аударылып жазылған, және де Шерхан Мұртазаның бесеудің хаты және Қарамағжан деген өлеңдері. Кім үйге берілген тапсырмаға дайын екен? Айта қойыңыз. Үшінші топтан Шерхан Мұртазаның шығармалары, мысалға Қызыл жебе, бесеудің хаты және де ең алғашқы шығармасы интернетте көп болып келеді. Ендеше мен Фейсбук тобына тағы да смайлик берейін. Тапсырмаларыңызға, жауабыңызға рахмет. Ал кеттік, келесі топ. Кім тағы дайын екен? Ендеше шар әдісі бойынша бірінші топқа шардың ішінде 5 сұрақ беріледі. Сол сұрақтарға жауап бересіздер. Ендеше бірінші топ Инстаграм тобынан келіп, Менің сұрағым шығарманың әдеби жанры. Шығарманың әдеби жанры драмалық тарихи туынды. өте жақсы, отыра қойыңыз. Ара әдіс бойынша екінші топ жауап береді. Ара қойыңыздар. Шығарманың басталуы елдегі қиын жағдайды, қазақ халқының ашаршылықтан қиналған өз көзімен көрген сипаттайды. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Ендеше Шығарманың шешімі бейбіт геройлық шешіммен өте жақсы. Әдісі бойынша шығармадағы кейіпкерлерін мінездеме беру. Бірінші автор шығарманың кейіпкеріне мінездеме беріп кетеді. Содан кейін жағымды және жағымсыз кейіпкерлерге мінездеме бересіздер. Ал үшінші топ дайынсыздар ма? Келе қойыңыз. Болды. Құрамсыз ол жағымсыз кейіпкерлердің бірі болған. Сонымен қатар ол өте жағымпаз болған. Бірақ та ол өзінің жағымпаздығына қарамай, сол заманда ашаршылықтың алдын алуға өзінің үлесін қосқан кейіпкердің бірі. Құсый бұл жағымды кейіпкер, ол Мүсіревтің әйелі, және де бесеудің хатын жазған кезде ол Мүсіревке өз қолдауын берген болатын. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Сталин ол өзімізге тарихтан да белгілі өте қатыгез жауыз кісілердің бірі. Ол өзінің тарихы бойынша, болмысы бойынша өзінің ғана емес басқа да империялардың құртылуына әсер еткен адамдардың қатарына жатады. Ол өте жағымсыз кейіпкер. Ол өзінің баласын аямаған адам, ол басқа қазақ жұртын түп тамырымен құрту үшін, діні мен тілін құрту үшін атсалысқан үлкен қатыгез адамдардың бірі. Голощекин қатыгез және солсыз кейіпкер болған. Ол 1932-33 жылдары қазақ халқына ашаршылықта келген. Жылдам әдісі бойынша тақырыпқа байланысты бірнеше мақалдар жаттап келуге берген. Бірінші топ, дайынбыз ба? Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Тірлік жоқ жерде тірлік жоқ. Туған жерге құрметті. Біздің заманауи тикток әдісі бойынша сабақтың ұнаған болса, ұнады деп жазасыздар. Келесі айтарларыңыз бар болса, айтарым бар әдісіне салатын боласыздар. Ендеше Бүгінгі сабақ бізге қатты ұнады, себебі сабақтың әдіс тәсілдері қызықты болды. Топпен жұмыс бізге өте қатты ұнады, сабақ өте қызықты болды. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті, бірақ та менің айтарым бар, себебі осы сабаққа әдеп ғұрыпты қосып, тағы да қызықтырақ қылып өтсе өте қызық болар еді. Балдар, бүгінгі сабақтарыңыз өте керемет өтті. Осы сабақ бойынша жұмыс атқарғандарыңыздың бағалап, мінеке мадақтама грамоталары апайыңыз өзі береді, иә? Бірінші топ Инстаграм тобы қазақ әдебиеті пәні бойынша
тақырыптық сайысқа белсене қатысып өздерінің білімділігі мен құштарлығын білгірлігін көрсеткен үшін Instagram тобы марапатталады. Мақтау қағазбен Facebook тобы марапатталады. Және де осылай мақтау